Урматтуу Түркістан облысының тұрғындары, біздің облысымызда азаматтық қорғаныс айлығы әлі де жалғасуда. Соның негізінде бүгін Түркістан қаласында орналасқан Асыл Бөбекжай балабақшасында азаматтық қорғаныс айлығы қалай өткізілуде екенін білу үшін бүлдіршіндермен сұхбат жүргізуге келіп қалдық. Кәнеге бәріміз бірге тамашалайық. Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар, ағай, күніңіз сәтті өтсін. Алихан, менімен сұхбаттасқың келе ма? Кел, онда екеуміз сұхбаттасамыз. Отырып. Мұнда отырып ал, жақсылап. Атың кім сен? Алихан. Жасың нешеде, Алихан? 5-те ма? Өскенде кім болғың келеді? Қарсы. Не істейді? Адамдар құтқарып жүрді. Биік жерден шығып кетсе құтқарады. Құтқарушы. Тағы да не істейді? Қандай кездерде құтқарады? Судың астында бір бала қағып кетсе соны құтқарады. Молодец. Төтенше жағдайлар кезінде, мысалға, жер сілкінісі болса, сен үйде болсаң, ол кезде не істейсің сен? Столдың астына тұрып. Тағы да? Далаға шығып кетемін. Далаға шығып кетесің. Терезеден асып кетемін. Өрт сөндіру машинасын көрдің ба? Отырып көрін келе машине. Көресің ба? Атың кім сен? Асылжан. Өскенде кім болғың келеді? Өрт сөндіруші. Өрт сөндіруші болғың келе ма? Өрт сөндіруші не істейді? Адамды құтқарады. Тағы да? Өрт болғанда өртті кететін нәрсесін шашады. Өрт болғанда қандай нөмірге хабарласасың? 101. Жер сілкінісі, төтенше жағдайлар орын алғанда не істейсің? Столға тығыламыз, есік ашылмаса, терезеден сындырып шығамыз. Есік ашылып тұрса, сояқтан шығып кетеміз. Шығып, қай жаққа барасың? Далаға. Атың кім? Шахруза. Жасың нешеде сен? 5-те. 5-те? Қай жерде тұрасың? Қазақстан. Өскенде кім болғың келеді? Дәрігер. Дәрігер не істейді? Адамдарды емдейді. Өрт болса, қандай жерге хабарласасың?